Тозу. 1931. Қой жылғы қазан айының аяғына таман Қазығұрт өлкесінде күн райы күрт бұзылып, қытымыр мінез көрсетті. Күн бұлттанса да қар жаумады. Бірақ азанда қырауға атып әлсіз аяз ұрды. Талдарақтардың енді сарғая бастаған жапырақтары мен дала бозы суықтан солып, өлмеусірей жиырылып, тұтасқан қалыптарын ерте бұзды. Оңтүстік өңірде қазан айында мұндай қарсыз қара суық әлденеше жылда бір соғатын, ал биыл әлімсақтан халық ұғымы мен сенімінде мамыражай өтеді делінетін қой жылы биыл қай жақтан болса да жайсыз келді һәм қырын соқты. Таудағы жабайы жеміс жидек, ауыл арасындағы бау-бақша салымдары ада, яғни қазан болатындықтан қазақ болайды қазан дейтін. Бірақ жылда мезгіл дағдысына орай бұл уақытта түрлі дарақтардың өнімдері ада, қазан болғанымен халық нәпақасы үшін жаратылған азық пен мал ортаймайтын. Биылғы қазанда жұртта мал да азық та қазан бола бастады. Қазан болғанда жұт келіп мал қырылған жоқ, қуаңшылық болып бидай өспей қалған жоқ. Байғұлақтың күн өткен жаңа заман келді. Біреу мыңғырған мал ұстап, басқалардан артық тұрмау керек. Жаңа өкімет жұрттың бәрін бірдей тұрмыста ұстайды деп ұрандатқан кеңес уәкілдері мен белсенділері осыдан 3 жыл бұрын байлар мен орташалардың барлық малдарын тәркілеп, жаңадан ұйымдастырылған әртілге жинап алған. Әртіл дегендері жұрттың бәрін бір ортаға жинайтын ұйым екен. Бір ортаға жиналған жұрт жаңа өкімет үшін бірлесіп еңбек етеді екен. Басында бәрі жақсы болған. Ел жұрт әртілге қосылып еңбек ақы тапты. Тәркіленген бай малдарынан кедейлерге де үлес тиіп, есік алдына өмірінде қой ешкі бітпеген жатақ қауымға аз-маз шыр біткен. Бірлесіп еңбек ететін әртүрлі мүшелерін кеңес үкіметі еңбекші деп атады. Сол еңбекшілер қос айдап соқа жыртып маңдай терлермен өсірген бидайдан сол уақыттан бері жылда үлес алатын. Ал биыл ешкімге үлес те берілмеді. Өкімет үлес бермегені былай тұрсын, енді отырықшылыққа үйренеміз, яғни әртіл емес колхоз боламыз. Ал колхоз жұртының қазаны ортақ, малы бір қорада болу керек деп зіргіл қаққан уәкілдер мен белсенділер ауыл адамдарының барлық 4 тұяқты атаулысын тартып алып, мылтықты күзетшілер қарауылдайтын қораларға қамап тастады. Оның үстіне жұрттағы бар жоққа қарамай мал салығын үстемелеп салды. 2 сиыр 15 қойы бар түтін орташа байлар қатарына саналып, кейбірі жауапқа тартылды. Бұған қарсы шыққандар да болды. Алайда ондайларды өкімет адамдары кеңеске қарсы шыққан адам ретінде қамауға алды, ит жеккенге айдатты. Аты басудан да тайынбады. Белсенділердің осындай қаталдықтарын көрген басқа жұрт тілдерін тістеді, ауыздарын ашпады. Аналар не айтса, соны мақұл көрді. Сөйтіп, оқығаны аз, сауаты таяз аңқау қазақ, аңғал қазақ, адал қазақ қылышын сүйретіп төнген қыс алдында ашыға бастады. Қайран жұрт мұндай саясаттың астарының ақыры не боларын білмеген, ұқпаған үйді ақырындап азып тоза берді. Қарашаның ортасында азанғы кешкі кездердегі салқындық болмаса, қысқара түскен күндізгі мезгілде күн жарқырап ауа жылы тартты. Бірақ дене қыздырар нұры жоқ күзгі райдың шуағы жан жадырататындай емес. Әсіресе биылғы күзгі ахуал қай жағынан да ауыл адамдарының қабақтарына кірбің, көңілдеріне қайғы ұялатқан. Бұрындары иттер түнімен үрушет, бұл күндері жақтарың семгір, сол мақұлықтар бір жаманшылықтың боларын сезгендей түн ұзақ олитынды шығарды. Мысықтарды есік пен тесік тырнайтын оқыс әдет тапты. Түнгі мезгілде ғана онда да ауық-ауық ашық қорадағы малдарды жарып кететін қасқырлар ешкімнен именбей күндіздің өзінде-ақ ауыл маңайында өрі жүретін болды. Жеуге нан, шайнауға азық таппай қинала бастаған адамдардың өздерін үркіте алмайтындықтарын олар да білгендей. Япырау, мына сұмдықты қараңыз. Ызғары онша қатты болмаса да денені әжептеуір жаурататын салқыны бар күздің түнінде жапырағы селдір ағаш басынан байғыз сұңқылдайтынды шығарды. Ол пәтшағар ауыл аймақ үстінен тек жазғы түндері өзіне тән жағымсыз үнімен зарланып отырушы еді. Күзде байғыз сұңқылдат дегенді кім естіген? Күн салқындай бастағаннан-ақ жылы ұясына кіріп, ауа райы әбден жылынғанша шықпайтын оп әлекетке күздің түнінде сұңқылдап не көрінді?
Үйлерді жорғалаған тамақсау тышқандар мен кәлеміштер де адамдардан сескенбей, ары-бері сумаңдайды. Қамбадан жейтін астық таппаған соң ол пәлелер де атауларына себіздеп, кебеже мен сандықты кеміретін болып жүр. Оларға күндіз не, түн не бәрібір мезгіл таңдамайды. 68-ге аяқ басқан Төребек шал бір жылдан бері науқас. Ауру алдымен екі аяқтан алды. Екі тізесі күп болып ісіп әудем жүру мұң болды. Соны ауырсынып көп жататын боп еді, екі өкпесі ашып қақырына беретін шығарды. Ол аз болғандай әлсін ауа жетпей, тынысы тарылатын күйге түсті. Оған қоса тамағы ісініп, сөйлеуі қиындады. Биыл жаз бойы соны ішсе жазылатындай ащы қымызға аңсары бір аусын. Бірақ ол табылмады. Жұрттың қолындағы биелерді белсенділер колхозға жиып алған. Ал колхоздағы құлынды биелер сауылмайды, сауылғандары уәкіл мен белсенділердің тамағынан артылмайды. Енді бірде жас мал етінің сорпасына ынтыға ауған. Есік алдында сол мал да жоқ. 5-6 майда тұяғы берет ауылдың дөңбай бастаған белсенділері осыдан 5 айдай бұрын алып кеткен. 4-5 күн болды. Өзі де, кемпір мен балалары да тамақ ішпеді. Соңғы кездердегі тіске басарлары, балалары қазығұрт етегінен теріп келген долана ғана. Баяғыда әуес көрген біреулер болмаса, долананы ешкім термейтін. Қыста қар астында шіріп қалушы еді. Биыл ол да таңсық әрі аз. Жоқ, долана аз салмаған. Жұрттың бәрі аш болғандықтан жабыла теріп алған. Кеше үлкен ұлы Иманбек, тауды қанша айналып шықсақ та, терілмеген долана кездестірмедік. Мыналарды шөп арасынан, шірген жапырақ астынан іздеп жүріп, әрең жинап алдық деп бір етек долана келген. Бәрі соны талғажу еткен. Енді бүгінгі жейтін нәрсе уайым. Түнмен қос тізесі солқылдап, екі өкпесі ашып, тамағы ауырып шыққан Төребек көз ілмеді. Жан ауырып жатқанда даладағы иттің ұлуы, байғыздың соңқылы дертіне қосымша қосылып санасын қарып, жүйкесін жұқартты. Жамандатқырлардың бәрінің ырымы жаман сияқты. Таңға таман бір сәт көз ілгені сол еді, бас жағындағы кебежені қос тышқан қарс-қарс еткізіп, мүжей бастады келіп. Жағымсыз үннен ұйқысы тағы қашты. Кебеженің бергі шетін қолмен ұрып, анау тас тесерлерді үркітпек болған. Қайдан? Үрку дегенді білмейтін тышқандар әрекетін тыймады. Кебежені қайта-қайта ұру үшін де күш керек. Дімкәс әрі аш шалда ондай қауқар қайда. Тышқандар тықырымен төменгі жақта ұйықтап жатқан кемпір мен балаларының пысылын қоса тыңдап, жата беруден басқа амалы қалмады. Бір кезде Қарашаның ұзақ таңы да аттау әйтеуір. Тар көзді тесіктен құйылған күн нұры үй үшін әбден жарықтандырған кезде Төребек кемпірін оятты. Әзер сөйлеп оның иығынан түртті. «Әй, ханым, тұрсашы!» Кемпір де сау емес. Ол жазғанды да бір жазылмас дерт айналдырып алғалы қашан. Дегенмен аяқ қолдар сау. Үйге кіріп шығуға жарайды. Реңі қашып, сұп-сұр күйге түскен ханым кемпір орнынан көтерілді де, қобыраған шашын жиып орамалын тартты. Терең күрсініп, басын төмен сала біраз уақыт сұлқ отырды. Төребек шал оны аяп кетті. Жазған ай болды, не істерін білмей аңдарылып отырау. Үйде бидай болса, балдырға қол диірмен тартқызып нан пісірер еді. Күркілдеп жүріп, азаны мен шай дайындар еді. Есік алдында 5-6 мал болса, соларға қарап ерме кетер еді. Бұл байқұсты не қояттым? Қай шаруамыз қалып барады. Осы кезде үй алдынан аттың дүрсілі естілді. Аттылар екі-үшеу сияқты. Төребек көтеріліп, терезеден қарамаққа ұмтылды. Көтеріле алмады. Біреудің көмегінсіз басын көтеруден мұң. Сырттан дауыс шықты, таныс дауыс. «Әй, кім бар үйде? Тал түске дейін ұйықтап жатырсыңдар ма, малғындар? Шығыңдар бері!» Ханым кемпір жыртық кебісін іліп тысқа шықты. Есік алдында ат үстінде шалқая отырған, қолдарында қамшылармен бірге ұзын істік жіңішке темірлері бар Дөңбай мен Деңгелбай және бейтаныс біреу тұр. «Байың аман бе қатын?» деді Дөңбай. «Аманбыз ғой әйтеуір». «Аманбыз дейді ғой, жалмауыздай болған быстан. Әлбетте аман боласыңдар анау шұбырған жүгірмектерің жаздай колхоздың бидайын ұрлап, ұраларыңа тығып алған соң. Сол ұраларыңдағы бидайды түнімен қуырып жеп, түске дейін соған күпті боп жатасыңдар да сендер. Әрі күпті, әрі ұйқысы тыныш жандар аман болмағанда қайтсын. Жә, сен мыстанға әңгіме айтып тұрам ба? Одан да сауал сұрайын. Ұраларың қай жерде? Үйдің сыртында ма, ішінде ме?» «Ұраңыз не мырзағау?
Ұра тұрмақ бір уыс бидайымыз да жоқ, бәріміз шетімізден ашпыз. Құрды olan аны қаужап отырғанымызға неше күн. Сен қатын, білеймсі ме? Балаларың жаздай ұрлық істеген, енді сол ұрлықпен тапқандарыңды нәсіп қып жеп отырсыңдар. Неге қалшылдап бара жатырсың, қатын? Жанды жеріңнен ұстаған соң қорқыныштан дірілдейін дедің бе? Ханым қорқыныштан қалшылдамаған. Дөңбайдың жауып тұрған жаласынан ауру тәнімен жүйкесіне артық салмақ түсіп, айтарға сөз, қайтарарға жауап таппай қатты қысылғандықтан бойын қалшыл билеген. Қатты ашуланғанда бойын қалшыл билейтін дерт бұған 10-15 жылдай бұрын жабысқан. Мұның онысын ауыл жұрты түгел білет, Дөңбай да білет. Бірақ белсенді болғалы бері көкірегі аспан тіреп жүрген Дөңбай қазір ауылдағы ешкімнің хал жағдайымен санаспайды. Кез келгенді қырып жояды, боқтайды, қамшымен сабайды, керек десең абақты қайдайды. Ей қатын, тый қалшылыңды. Ұраңды өзің көрсетесің бе, әлде өзіміз тауып алайық ба? Бізде ешқандай ұра жоқ. Зорға сөйлеуін қара мыстанның. Деңгелбай, аттан сөйікті, үйдің ішін сыртын бәрін темірмен шықып көрейік. Төмендегі ана байдың үйіндегідей ұра тауып алсақ әжеп емес. Деңгелбай атынан түсе бергенде Дөңбай оның ар жағындағы көкірегін керіп ат үстінде отырғанға қарады. Жолдас уәкіл, сіз де аттан түсесіз бе? Әлде өзіміз-ақ тексере берейік бе? Жарайды, үйді қалай тексеретіндеріңді мен де көрейін. Аупарткомдағы кісілер ауылдағы өкімет мүлкіне қол салатын ұры қарлармен аяусыз күрес жүргіздеп, мен әдейі осында жіберді ғой, деп үшінші аттағы қомпаңдап ерден түсті. Есік алдындағы ханымды шетке итерген Дөңбай екеуін бастап үйге кірді. Айуан тамның ар жағындағы үлкен бөлмеде біреулері жыртық жамаулы көрпе, біреулері күпі шекпендерін жамылып, Төребектің 7 баласы жатыр. Шалдың өзі төрде. Дөңбай кіре сала ағырды. Міне, мешкейлердің жатыстары. Тұрыңдар-ей, оңбаған жалқаулар. Біз жүреміз кеңес өкімет үшін, қоғам үшін бел жазып жатуға да уақытымыз болмай, бұлар жатады. Кәлқұздың еңбекшінің бидайын ұрлап жеп. Тұрыңдар дейім сендерге өңкөй арам тамақтар. Балалардың үлкендері тосын дауыстан шошып оянып, көздерін оқалай атып-атып тұрды. Кішкентай екеу айғай құлақтарына кірмегендей жата берді. Ауылдың еңбектеген баласынан еңкейген кәрісіне дейін айғайын өткізіп үйренген менмен кеуде Дөңбай кішкентай екі баланың селт етпегенде жыны қозып, қолындағы темірмен оларды сабап жіберді. Ұйқыдан өлген масылдар, қарындар тоқ болғасын, ұйқылар тыныш әрі тәтті де. Денелеріне сабау тиген екі бала лезде атып тұрып, үн шығармаған қалыптары жамылған шекпендердің үстеріне орай үлкендердің тасасына тығылды. Әй, Дөңбай, не болды? Сонша зіркілдеп. Қарындарың тоқ дегенің не? Менен бастап анау кішкене балаға дейін өткен жұбадан бері бір жылы нәрсені тісімізге басыппыз ба? Жалған сөйлеуге Құдайдан қорқсаң нетті? Деді Төребек қырылдай сөйлеп. Не былжырап жатырсың, ей шал? Құдай бар болса қорқамда. Сен санаңа сіңдіріп алған Құдайыңды алдыма тоса бер. Ұрлығы бидай тығылған ұран қай жерде, соны айт. Астағфиралла, ұрасы несі? Ұрлығы бидайы несі? Өтіріктік білмегенсі ме? Ғанада бір көргеніңде аурудан сөйлей алмап едің, қазір тілің шығыпты ғой. Әлбетте тілің шығады. Қарның тоқ, жұмысың жоқ. Әй, қыш осы сілтіміктермен уақыт өткізіп тұрам ба? Деңгелбай, үй табанының бір қарыс жерін қалдырмай темірмен шықйық. Дәлелді іспен көздеріне көк шыбын үймелетпесең, жоқ деуден танбайды бұлар. Екеу темірлермен үй табанын шықуға кірісті. Үй табаны қара сылақпен сыланған. Екі белсенді істік темірлерін сылаққа қанша қадаса да ұра табылмады. Әдетте, сылақ астында ұра болса, істік темір оңай өтіп кетеді. Айуан тамды тексеріп болған екеуі енді үлкен бөлмеге өтті. Жайлы киізбен шиді, көрпе жастықтарды ары-бері лақтырып, үй табанына істік темірлерін қанша сұққыласа да ештеңе таба алмады. Амалы таусылған Дөңбай Деңгелбайға бұрылды. Бай ұрпақтары ұраның аузын сабанмен малақ қосылып еленген, соның арқасында әбден піскен лаймен сылап қойған ау шамасы. Содан да таспап қатқан сылақтан істік темірдің өтпей жатқаны. Сен өткен жолы Қанабайдың үйіндегі ұраны оп-оңай тауып едің ғой? Бастығының нені меңзегенін жарты сөзден ұққан Деңгелбай ыржия күліп, оның сөзін бөлді. Азаннан бері әжетімізге жарар деп, әдейі дәре сындырмай, қоғымды толтырып жүрмін. Зәрімді алдымен мына бұрышқа төгіп көрейін. Деңгелбай дамбал бауын ағытып, ешкімнен именбеген күйі балалар отырған бұрыштың бергі шетіне шаптыра зәрін төкті.
Одан соң 3-4 қадам кері шегініп, тура бөлме ортасындағы тұсқа сарылдатты. Қуғы расымен-ақ толып қалған екен, зәрі үйдің әр тараптағы табанына кезек-кезек төгуге жетті. Оған таңданған әрі жиіркенгендей рең танытқан уәкіл тыжырына сөйледі. «Өй, не істеп тұрсың, мынау не?» Сідік тамған жерлерге үңіле қараған Дөңбай мен Деңгелбай уәкілге бірден жауап қатпады. Үй табанында үнсіз көстіге қараған қос белсенді жарты минуттан кейін ғана уәкілге жауап берді. «Бидайларын жасыру үшін сұмдық айлаға баратын байларға бізде сұмдық амал жасаймыз». Деңгелбай әр тұсқа бекерге сиген жоқ. Егер сылақ астында қуыс яки ұра болса, топырақ бірден тамқа сідік көбіктенбей, әрі жан жаққа жайылмай, бірден жерге сіңіп кетеді. Осындай тәсілмен талай құлақтың ұралары мен көмген астықтарын тауып алғанбыз. «Вай, сендерден де қулығы артылмайды екен», деп мәз болды уәкіл. Ол мәз болғанымен Дөңбай көңілденбеді. Деңгелбай төккен зәр үй табанына жөнді сіңбеді, жайла ағып кетті. Уәкілдің алдында үйден қайтсе де бірдеңе тауып көзге түсуді ойлаған Дөңбай бәрібір дамыл таппады. Құдды бір жаңалық ашатындай лепіре айғайлап төрдегі шалға таяды. «Мен білем, ұраның қай жерде екен». Мана шал өтірік ауырғансып, соның үстіне жатып алған. «Әй, қақпас, тұр бері, ұра сенің көрпенің астында өсті». Дөңбай Төребектің тұра алмайым дегеніне қарамады. Екі қолынан ұстап есікке қарай тулақша тартты да, астыңғы көрпешесін аударып жіберіп, ол жерді де тексерді. Іздеген таппай аластырған Дөңбай мұнымен шектелмеді. Көрпеден лақтырылып, жалаң киіз үстінде қиналып жатқан Төребектің үстінен басып өтті. Шалдың қинала шыққан жан даусын елең қылмаған күйі бір бұрышта үрпейісіп отырған балаларға жетіп барды. «Жандарыңның барында айтыңдар, ұраларың қайда? Кәлқұз қоймасынан жазда қанша бидай ұрладыңдар?» «Ойбай көке, ұрамызда жоқ, бидайды ұрлаған емеспіз». «Өтірік айтасыңдар, байдың сілімтіктері». Дөңбай балаларды темірмен сабап берді. Жылайсыңдар ғой, тағы. Бұл жылау аз сендерге, әлі талай жылатарым. Баяғыда сендердің бабаларың біздің аталарымызды құл қылған, мал бақтырған, кетпен шаптырған. Енді мен сендердің көздеріңнен сораларыңды ағызам». Төребек Дөңбай мен Деңгелбайдың жанындағы өзі танымайтын үшінші кісіге тіл қатты. «Әй, қарағым, сенде белсендімісің? Араша түссейші, біз бейбаққа. Мына екеуі 2 жылдан бері апшымызды қуырып бітті ғой». Балаларды сабаған Дөңбай кілт бұрылып шалдың сөзін бөлді. «Сен алжыған қақпас. Бұл кісіге шағым айтып нең бір? Бұл кісі ауданнан келген үлкен уәкіл, 3-тік комитеттің агенті. Ауылдағы ұры қарны анықтау үшін, ұстау үшін жоғардан келген дөкей. Мұндай үлкен дөкей сен жаманмен сөйлесет деймісің?» «Жолдас уәкіл, кешегі бай бен бидің ұрпағы бұл арам тамақтың сөзін елең қылмаңыз. Өтірік көлгірсей береді. Бейшара кейіпте көрінсек, бізге өкімет тиіспейді деп ойлайды». «Ата-бабалар кім еді бұлардың?» «Өй, ата-бабаларда, ағаларда бай, би, старшын болған. Естемес болыс пен Ұлтанбек байдың туыстар ғой бұлар». Контра десейші». Контра. Көнтіремей немене, мұна соқталды 2 баласы не кәлқұзге, не пой жолға жұмысқа шықпайды. Не лікпезге, не мектепке оқуға бармаған. «Өтірік айтпа Дөңбай, 2 баламды қос айдауға да пой жол жұмысына да лікпезбен мектепке де оқуға жібертпей қойған өзіңсің». «Ойба, жолдас уәкіл, мұна айныған не дейді? Қалай жала жабат маған, деп Дөңбайдың жаны шықты. «Сен қария дұрыстап сөйле», деді уәкіл. «Бұл Сарықия ауылдық кеңесінің білдей өкілі. Кеңес өкіметі сеніп жұмыс тапсырған адам. Турасын айтқанда Атбұлақ, Жаңаталап, Ұйымшыл, Талдыбұлақ ауылдарында өкіметтің арнайы қатаң тапсырмаларын орындайтын кеңес өкілі. Сондай өкілге ғайбат сөйлеуге қалай батылың барады?» «Я, жолдас уәкіл, дұрыс айтасыз. Бұлар ғайбат сөйлеуге үйренген. Жаңа заманның, жаңа өкіметтің саясатын түсінбейді. Қанша айтсаң да ескіліктің шырмауынан шыға алмайтын топастар бұл көнтірелер. Ондай болса, қатаң шара қолданамыз мұндайларға. Мына 2 ержеткен баласы заңға бағынбаса, жұмыс тегіз. Оқығысы келмесе, тап жау ретінде міләсаға өткізіңіз». Мына сөзге Дөңбай лепіріп кетті. «Өтте орынды айттыңыз, жолдас уәкіл. Бұл үйді темірмен жер шұқып, әуреге түсу не керек бізге? Ертең мына 2 арам тамақ
көнтірәні мілицияға айтатып жіберсем, өздері-ақ бар шындарын айтып шыға келеді. Еңбекшілердің қалың бұқарасы арқасында күн көріп тайраңдаған немелер. Көрсетен мен сендерге. Так, бұл үйдегі шаруамыз әзірше бітті. Ертең балаларын үшу айдат мілицияға. Не шауа, бай билердің сарқыншақтарын аяп, енді тіндейтін, тексеретін басқа үйлері бар ма? Барайық соларға, деді уәкіл. Мына бай сарқыншақтарына арнап айтылған сөзіңізден ертең жоқ, бүгін-ақ нәтиже шығарамыз. Ал тексеретін басқа үйлерге келсек, ой, олар көп қой. Бүкіл дауыл би әулетінің ошағына дейін ақтарып шығуымыз керек. Олар да мына шал сияқты көнтірі. Белсенділер шығып кетті. Басына қатер төнген Төребектің отбасы әқілеп-үхілеп жым-жырт қала берді. Жым-жырт ұзақ отырысты. Әркім өз ойымен болып, бір-біріне сөйлеуге қорқатындай. Өйтпегенде қайтсын. Дөңбайдың манағы сөзі еңселерін езіп, зәре құттарын қашырғаны бұлай тұрсын, көңілдеріне мың сан күдік пен қауіптің отын тастап кетті. Соңғы кездері Дөңбайдың ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс. Айтқанын істейді, дегенін жүргізеді. Кейінгі 5-6 айдың ішінде ауылдың талай азаматын абақтыға жаптырды. Өзіне ұнамағандардың кәрі жасына қарамайды. Көзінің қырына іліккендерді ауданнан милиция шақыртатты айдата салады. Оған ешкім қарсы тұра алмайды. Қарсы тұрғандар да болған, бірақ Дөңбай өкімет, ал өкіметпен ойнағанның ойыны осылатын бұл күнде жұрт түсінген. Қорыққандардан түсінген. Қазақта әйел ерден озбайды, ерден асып сөйлемейді. Дегенмен ел болғасын небір адуынды қатындар, көкбет әйелдерде болады ғой. Сондайлардың біразы Дөңбайдың бетіне симек, жағасына отырмақ болған, ал Дөңбай сөзбен де, күшпен де олардан асып түскен. Өзінің айтуы бойынша жаман қатын бір ғана байын жеңе алатын шығар, бірақ өкімет пен оның өкілін жеңе алмайды. Дөңбай еркек пе, тілі ащы көкбет әйелдерді өлген тірілгендеріне қарамай қамшылай алады. Өзім дегенде өгіз күшін бардың керіне салып, өз байларына басынып сөйлейтін, өзгеге де сондай қылық көрсетемін деп ойлайтын шәлкес әйелдер қанша бейбақтық көрсетсе де Дөңбай заңынан, өкімет заңынан аса алмайтынын ұққан. Ұқпағанда қайтеді, Дөңбай өздерін сабап қана қоймайды. Кеңес партия адамына тіл тигізген, қол жүгірткен надан қатынның өзімен байының, тумасымен балаларының, ағайын бауырларының, жалпы оған жақын еркек атаулының бастарына бұлт үйірсе. Ауылдағы адуынды қатындардың осылайша ауыздары жабылып қалғанда, басқа ибалы әйелдерге белсендіге қарап сөйлеу қайда? Аштан өліп көштен қалсаң да, Дөңбай өкіметтің дегені болсын. Дөңбай өкімет қатал болса да Құдай рахымды. Соның көзі тура болсын. Елдегі әйелдердің жалпы бәрінің пікірі осы қазір. Шалы қамығып, балалары қобалжып ұзақ үнсіздікте отырғанда, ханым кемпір сол Құдайды тағы аузын алып тыныштықты бірінші бұзды. Ай, айналайын Құдай, бар пәлекеттен өзің сақтай көр, бар жаманшылықтан өзің құтқара көр. Бағанадан үлкендер сөйлемеген соң қарының ашқанды айтуға батылы жетпей отырған кенже бала 6 жасар Қарабекке кемпірдің осы сөзі демеу болды ма, апасына қарап тіл қатты. Апа, нан тауып беріңізші. Қайдан табап қарағым-ау? Белсендіден бәрінің өзінің де қорқатыны санасына кіргенімен, Қарабек айналадағы жағдаяттарды саралай алмайтын бала емес пе? Шешесінің әлгі қайтқаны оған уәж еместей көрінді. Апа, біреулерден ұн сұрап келіңізші. Бір жағы аурудан, бір жағы аш құрсақтықтан жүйкесі әбден тозған кемпір осы сәт шарт кетті. Кімнен сұрайым ұнды? Кімнен әкелем нанды? Қарным ашты дейсіңдер күнде шеттеріңнен. Не қыл дейсіңдер махан? Қарындарыңа пышақ, солғырлар жүгермектер. Мені сойып жей салыңдар одан да. Қарабек соңқылдап жылады. Оған 8 жасар екіншісі қосылды. Екеуінің қыстығы дыбыс шығармай жылағандарына басқаларының да көңілдері босап кетті ме, көздерінен бырт-бырт жас ақты. Үлкендер жағы бар ауыртпалықтан, бар қасіреттен жылау құтқара алмайтынын білсе де, қалыптасқан жағдайдан шығудың жолы жылау емес екенін түсінсе де, дәл қазіргі бастарына төнген ахуал осыған итермелеп әкеп отырғандықтан, кішкене балаларға қосылып көз жастарын төкті. Уа, Құдай-ау, денім сау болсаш. Қыбырлауға жарасам бірдеңе тауып келер едім-ау. Шал мен кемпір осылай деп ақырды.
16-ға келген Иманбек бір отбасының бір талай күннен бергі тірегі өзі екенін тағы ойлатты. Көзін сүртіп, орнынан атып тұрды. Көке апа, қамықпаңыздар. Досанбек екеуміз ауыл аралап қыр кезіп, бүгінгі ауқатқа бірдеңе тауып келерміз. Қарақтарым-ай, көздерің қарайып, кәліқұз қорасындағы малға қол салып жүрмеңдер. Дөңбайдың назарына түспеуге тырысыңдар. Сыныққа сылтау іздеген кәззап шынымен қайдатып жүрмесін. Бұл шалдың сөзі. Ал осы екі үлкен баласынан жәрдем болмаса да, басқа жақтан ешқандай қайыр болмайтынын білген ханым кемпір басқаша сөйледі. Қырам жоям айдатып жіберем деген оның күнделікті сөз емес пе? Бұл екеуін айдалада аңдып жүреді дейсің бе? Осы екі баланың ер жетіп қалғанына да мың шүкір. Әйтпесе анадағы жатқан жерлерімізде теңкиіп қала берер медік. Кемпірдің сөзі Иманбек пен Досанбекке қанат бітірді. Айнала жылан жалағандай тақыр, дала малсыз, қыр жалаңаш болса да, үйлеріне бүгін азық тауып келетіндей сеніммен, үлкен үмітпен екеуі тысқа беттеді. Күзгі ауыл көрінісі сұрқай, сұрғылт, реңсіз, сарғыш күз төңіректі тым сұрықсыз кейіпке түсірген. Ауыл үсті де осы кейіппен астасқандай. Әр есіктің алдында бұзау мөңіреп, қозылақ ойнақтамаса, қой маңырап, жылқы кісінемесе, одан қалды әр үйдегі ошақтан түтін будақтап, қазан-қазан сүт, шәугім шай қайнап жатпаса, жұрты жадау, шалы мұңды, кемпір қайғылы, баласы аш болса, қазақ ауылының сәні кірер ме? Әр шаңырақтағы балалар ұйқыдан тұрасап, нан деп шырқыраса, жатар кезде де нан деп зарланса, есі барлары ит пен есекте жеуге бола ма деп, жейін десе харамдығын ойлап, жемейін десе шұрылдаған қарнын ойлап, от пен судың ортасында қалғандай хал кешіп, әр сәрі күй кешіп, таңның атысы, күннің батысы, сүдігер астында қалған түйір-түйір бидайды іздеп шарқ ұрса, ауыл қайтып сүреңсіз болмасын. Табиғаттың бар көрінісін тонайтын мына күздің реңк болмаса, осы күзде бұзылған ауылдың жадау тірлік шырқымен дөп келгендей. Иманбек пен Досанбек үйден шығасып, қазғұртты бетке алды. Таудың батыс етегіндегі Атбұлақ бастаудың үстінде 4 түп жаңғақ бар. Жаңғақ әлдеқашан таусылған. Оған қызығушы бұл екеуі ғана емес. Ауылдың бір тістем нәпақа іздеген жүруге жарайтындардың бәрі дала кезіп, қыр шарлап жүріп, сол жаңғақтарға бір соқпай кетпейді. Дарақ түбіндегі солған жапырақ астынан басылған шөп арасынан көп іздеушінің көзіне ілінбей қалған бір жаңғақ несібесі зор, жолы болғыш адамға кездесуі әбден мүмкін. Екеуі әуелгі әлгі жаңғақтардың түбін бір сүзіп шықпақ оймен солай беттеген. Атбұлақ көзінен төменірек үсті тегіз дөңеске колхоз жылда бидай егеді. Сол тұстан өтіп бара жатқандарында алдарынан бос дорба арқалаған ауылдың өздері құралпы баласы Есенбай шықты. Аяғында аузы ашылып ырсиған, қонышы тесіліп жыртылған жаман етік. Бұтында жамауы сөгілген ескі шалбар, үстінде жұлым-жұлымы шыққан көнетөс күпі. Оң қолының уысына бірдеңе ұстап алған, сонысын жалап, шайнаң етеді. Не жеп тұрсың, бізге де берші, деді Иманбек. Не берем сендерге? Азаннан бері сүдігерді тырналап жүріп, тапқарым жарта уыс бидай. Міне, қараңдаршы, енді 2-3 қалды, оларды өзім жеймін. Есенбай алағанын ашып, қалған түйірлерді жалап, шекедей жеп қойды. Көздері жәудіреген Иманбек пен Досанбектің қарындары сыздады. Есенбайға қызығып, бейне бір өздері де бидай жегендей түкіріктерін жұтты. Өздерің қайда барасыңдар, деді Есенбай. Бидай термейсіңдер ме? Сүдігерде бір масақ жоқ. Шымшық пен торғай теріп кеткен бе, топырақ бетінде ештеңе жоқ. Топырақ астынан да түк таппайсың. Мен дамқылданып шіруге айналған жарты уыс бидайды әрең тердім. Қайтсыңдар еді, қайда барасыңдар? Колхоз қорасына ұрлыққа бармайсыңдар ма? Қорадан мал ұрлап, өле алмай жүр дейсің бе? Иманбек қайда баратындарын айтқысы келмей тұр. Жаңғақ тапса да, долана тапса да біреуді несібеге ортақ тастырып қажетіне. Бірақ Есенбай жалынышпен тағы сөйледі. Мейлі, қайда баратындарыңды айтпай-ақ қойсаңдар. Бірақ бірге жүрейікші. Не тапсақты бірге табайық. Үйде апам мен кішкентай қарындасым жұтап отыр. Әсіресе қарындасым өлуге айналды. Есенбайдың әкесін анада белсенділер қорадан бір қой ұрлады деп 7 жылға соттатып жіберген. Шешесінің көзі жөнді көрмейді. Кішкентай қарындасы 6-ға келсе де жүре алмайды. 2 аяғының саусақтары жоқ. Тобан аяқ боп кемтар туылған. Өз үйіндегілер мәз болып отырмаса да, Иманбек соларды еске алып, Есенбайды аяп кетті. Бізбен бірге жүре берші. Не тапсақ та бөлісіп аламыз.
Үшеу діттеген жерлері жаңғақты төбеге келді. Үшке бөлініп, ағаш түптеріндегі жапырақтар мен шөптерді қанша аударыстырса да бір жаңғақ таба алмады. Бір кезде жаңғақ ағашының арасынан тоқылдаған дыбыс шықты. Үшеуі бірдей бастарын көтеріп, әлгі дыбыс шыққан ағашқа жақындады. Бір дәу қара қарға ортадағы қурап кеткен көлденең бір жуан бұтаққа аузына тістеп алған жаңғақтың бір түйірін тоқылдатып шағуға әрекеттеніп отыр. Сұм қарғаның қуын қара, жаңғақты қурамаған су бұтақтарға ұрмайды. Су бұтаққа ұрып, жаңғақты шағуға болмайтынын ол да біледі. Тас табыңдар, Иманбек, қарғаны бір ұрсақ жаңғақты тастап кетеді деп лепіре айғайлады Есенбай. Иманбек те Досанбек те тас таппады. Қас қылғанда жаңғақ түбінен тас табылмайды да ғой. Осы сәтте жаңғақты тұмсығымен қураған бұтаққа қанша пергілесе де шағалмаған қара қарға бұлардың ойын сезгендей түйір несібесін тістей сап сайға қарай ұшты. Қарға қазір жаңғақты анау тастардың үстіне тастайды, солай жүгірейік. Ол жаңғақты төменге тастағанда біз тас атып оны үркітейік деп Есенбай қарға ұшқан сайға жүгірді. Бәріне сол бір домалақ жаңғақ үлкен азық боларлықтай Иманбек пен Досанбек те оның соңынан ерді. Есенбайдың айтқаны дұрыс шықты. Әудем жер ұшып барған қарға сай табанындағы жарғақ тастарға жаңғақты тастап жіберді. Мұны жүгіріп келе жатқан үшеуі де көрді. Жаңғағын төменге тастаған қарға енді тастарға түйілді. Осы сәт Есенбайдан ескетті. Лақтырыңдар тасты қарғаға. Тасқа тиіп жарылған жаңғақты іліп әкетпесін. Жүгірген бойларында үшеуі де бір-бір тас іліп жерге жеткен қарға қатты. Қарға жерге қонақтай алмады. Табан жерге тигізер-тигізбестен сәл аялдап аршып кетті. Алқынып келген балалар жаңғақ осында түстау деген түсті көздерімен сүзді. Анандайда екі бөлінген жаңғақтың жартысы жатыр екен, Есенбай оны аласап тұра қашты. Ей, тоқта, бөлісіп жейікті. Иманбек, жаңғақтың қалған бөлігін ағайынды екеуің тауып жеңдер, мен мұны қарындасыма апарам. Бір қызға жарты жаңғақ не болады? Есенбай тоқтамады. Ауылға қарай құйындай ұшты. Ағайындылар жаңғақтың қалған жартысын іздеді. Әр тасты төңкіріп қанша қараса да іздегендер табылмады. Жаңа қарға жерге қонғандай болды ғой, жартысын сол іліп әкеткен шығар, деді Досанбек. Солай ау өзі. Жаңа Есенбай ашқарақ қашып кетпегенде бәріміз жарты жаңғақты бөліп жібердік. Бәлем, ертең-ақ кездесерсің. Әй, бірақ кездескенде оны қызықтыратын қолымызда ештеңе жоқ екен ғой. Айтпақшы Досанбек, жаңағы қарғалар, одан соң сауысқандар жаңғақ піскенде оларды қайда апарып тығатын білесің бе? Топырағы жұмсақ сүдігерге тығады. Болмаса үйілген шөп арасына, одан қалса күн суи бастағаннан тышқандар індерінің аузына томпайтып үйіп тастайтын топыраққа апарып тығады. Олар кейінгі күндер азық қыламыз деп тыққан жаңғақтарын қайта таппай қалады көбіне. Қарғалар мен сауысқандардың далиған сүдігердің қай тұсына жаңғақ тыққандарын таба алмаймыз, ә? Ал тышқан індері ауыздарына үйілген топырақты ақтарып көруге болады. Жүр, анау бетте сондай індер жүдә көп. Беттің үстінде әлі лайбап қатпаған ін аузындағы кішкене төмпешіктер шынында көп. Төмпешіктер арасы ирелеңдеген үйінді топырақтармен жалғасып жатыр. Тышқандар ондай үйінділерді не үшін жасайтынын белгісіз. Бәлкім жауыннан, селден қорғанатын болар. Иманбек пен Досанбекті олар қызықтырған жоқ қазір. Мақсаттары басқа. Келе сала табандармен әлгіндей үйінділерді шаша бастады. Көп үйіндіні қиратты. Табылғаны 4 жаңғақ болды. Екеуден жеп талға жау етті. Енді таудағы доданаға барайық. Мен тауға жете алмайтын тәріздім, Иманбек, жүрсем басым айналады. Ал менің аяқ қолдарым дірілдеп, көзім тұманданады. Екі жазған бойларындағы дерттің ашық азабынан туындай бастаған кесел екен білмегендей. Білсе де ол жайын тістерінен шығаруға қаймығады. Иманбек анау үлкен беттің алдында жайылып жүрген колхоз қойларына қойшыға білдірмей жақындап, шетте жүрген қозыны ма қойды ма қағып кетейік те. Көріп тұрсың ба? Қойшы біреу емес 4-5 ғой. Әрі қойларды қоршай жайып, шашау шығармайды. Солардың ішінде біздің де қойлар жүрген шығара. Сен бірдеңе түсінесің бе? Колхоз бастықтары бәріміздің қойларымызды неге тартып алды? Қыстай өздері бағып, көктемгі төлден жұртқа үлес бөлетін көрінеді ғой. Колхоз биыл неге бидай бермеді жұртқа? Қыстай не жеп шығамыз? Қысты қойшы, қазір не жейміз десеңші? Анау ауылдың бас жағындағы сайда отырған кімдер екен, а? Көрдің бе? Қамыс жағасындағыларды. Бірдеңе жеп отырғандар ау деймін. Соларға барайық. Қамыс жағасындағы екеуді көз шалды.
Бірақ не істеп отырғандарына көздері жетпеді. Екі ара қашық. Қарайған нәрседен қу тамаққа сеп болар бірдеңе ілінетіндей үмітке ерген екеуі тұра сап төменге беттеді. Қарын тоқ кезде бұл екі аралықты әп сәтте жүгіріп өтуші еді. Бойларынан күш қуат кете бастаған ағайындылар қамыс жағасындағы әлгілерге сылбыр басып әрең жетті. Отырғандар Досыбай, Қосыбай атты ағайынды балалар екен. «Неғып отырсыңдар?» деді Иманбек көзімен олардың үсті басын тінтей қарап. «Жейтін нәрсені біз сен екеуіңнен сұрайын деп едік. Ешкімде ештеңе жоқ қой. Енді өлеміз бе? Судан бақ аулап отырмыз» деді үлкені Досыбай. «Ұстадыңдар ма? Ұстасаңдар әкелсеңдер жейік де. Бақа жегеннен адам өлмейді. Рабаттағы орыстар жазда мұздай болып тұрсын деп айрандардың ішіне бақа салып қояды деп естігем көкемнен. Әкеліңдер ұстағандарыңды, шикедей жей салайық». Ұстамақ түгілі бірде-бір бақа көзімізге түспеді Иманбек. Жаз бойы ана жерде бір, мына жерде бір суға шолып-шолып сүңгіп жататын пәлекеттер құрып кеткен бе? Біреуі көрінсеш. Бақа іздеп әуре болмай қойыңдар. Бақалар күн суыта бастағаннан-ақ қайда тығыларын кім білсін, адам көзіне көрінбейді. Бәсе, неге көрінбейді десем оларды? Ойбай, енді не жейміз? Шымшық, торғай атып жейміз бе? Бірақ оны немен атамыз? Деп Қосыбай күйіне сөйледі. «Ананы қараңдар» деді осы кезде Досыбай қамыстың арғы бетін нұсқап. «Соның қодығын ұстай алсақ қой, ә?» Қалғандар Досыбай нұсқаған жаққа қарады. Ол жақта есекке мінген колхоз есепшісі Келес ауылға қарай кетіп барады екен. Ұрғаш есегінің артында ерген қодығы бар. «Қодық не қылмақсың? Не қылмақсың дегенің не, Иманбек? Сойып жейміз. Тфә, есектің ет арам емес пе?» Иманбектің сөзін Досанбекті қосты біраз қарсы дау айтты. Бірақ Досыбай мен Қосыбай бүгін бірдеңе жемесе өлетіндерін, қодық еті түгілі жылан болса да жейтіндерін айтты. Неше күннен бері тамақ жемеген Иманбектер ақыры олармен келісті. «Жарайды, қодығын ұсталық делік. Одан кейін оны қалай соямыз? Алдымен бір амалын тауып, қодықты қолға түсірейікші. Арғы жағының бір мәнісі болар». Досыбайдың осы сөзінен кейін төртеуі Келістің соңына түсті. Қамыс жағалап бара жатқан Келіс есегінің артынан ерген қодық ойнақ сап барады. Ойнақтап алады да жердегі шөпке бас қойып, енесінен әудем жер қалып қояды. Содан тұра шауып есекке жетеді. Жеткен кезде тағы бозға бас қояды. Тағы да секіріп ойнақтайды. Қарны тоқта хайуанның. Келіс соңына түскен балаларды байқамады. Ол жан-жағын қамыс қоршаған көлденең жайылма арыққа жеткенде балалар да оған таяп қалған. Келіс мінген есек су кешіп арғы жағаға өтіп кетті. Ал қодық суға бас қойды. Оның аңдушыларға осыдан артық ұрымтал сәт жоқ еді. Досыбай атылып барып қодықтың мойнына жармасты. Қодық тулап кеп берді, бірақ тулағанымен босана алмады. Қалған үш бала да оған жабысты. Сосын жабыла көтеріп қамыс арасына кіргізді. Ештеңе байқамаған Келіс ұзай берді. 3 айлық қодықты селдір тартқан, бірақ әлі қалың қалпын бұзбаған қамыс арасына әкеп жығып, оны тырп еткізбей басып ұстаған төртеу біразға дейін үн шығармады. Алғаш ұрлық істегендеріне қатты абыржыды ма, сөз айтпаған күйлері бір-біріне бақырая қарап отырды да қойды. Дегенмен бұл төртеуіне қазір қарны шұрылы бірінші мәселе боп тұр. Сондықтан да шіркін ауқат, тоя жейтін ас ұрлық үшін ұялатын ұяттан да, талғап жейтін кірпияздықтан да жоғары. Аштық не жегізбейдінің кері бәрінің басына келген. Енді қарын тойдыратын ет қолда тұрғанда оны тезірек ауызға тығу керек. Үнсіздікті Қосыбай бұзды. Осылай отыра береміз бе? Келіс қодығын іздеп кері қайтып келіп, бізді ұстап алса шетімізден соттатып жібереді ғой. Қодықты аудаға кетіп жасырайық та. Үй жақтағы сайдың қамысын апарайық. Мұны сол жақта соямыз деді Досыбай. Оған ешқайсысы қарсы уәж айтпады. Досыбай қодықты ақырып қоймасын дегендей аузын баса бас жағынан көтерді. Анау үшеуі аяқтарынан белінен ұстап қамыс арасымен ауылға жақындады. Өз үйлерінің тұсына келгенде Досыбай інісін үйіне жұмсады. Үйге жетті. Дәу пышақты қайрақпен бірге ала кел. Ұзындау жіпті де ұмытпа. Мұны кім сояды деді Иманбек ол кеткесін. Бұрындары қой сойғаныммен есек бауыздаған емеспін. Қазір Қосыбай келсін, өзім-ақ соям. Сендер тек аяқтарын байлассаңдар болды. Қосыбай тез келді. Ол әкелген жіппен қодықтың аяқтарын бекем етіп байлаған соң Досыбай өткір пышақпен тамағынан осып жіберді. Досыбай мал союға шебер екен, лезде қодықты жалаңаштап тастады. Оның басы мен ішек қарнын 4 сирағын Иманбек пен Досанбекке ұстатып, аулаққа апарып тастауды бұйырды. Қалған сүйектер мен еттерін қалай болса солай бөлшектей салды. Қап жаңасаған үйден
бос қапшыға әкел деп айтуды ұмытыппын-ау, Қосыбай. Еттерді үйге қалай жеткізсек екен деп маңдай терін сүртіп, біраз тұрды да қайта сөйледі. Әрқайсымыз көпі шапандарымызды шешіп, сыйғанынша еттерді бөліп-бөліп орап алайық. Сөйтіп біздің үйге жетейік. Жанындағылар бұл жолда оның айтқанын істеді. Ет оралған көпі шапандарын құшақтаған төртеуі Досыбайдың үйіне лезде жетті. Досыбай Иманбекпен қатар, інісі Қосыбай Досанбекпен жасты. Әкелері осыдан 2 жыл бұрын тап жауы болып ұсталып кеткен. Шешелері болса былтыр аштан өлген. Үйлерінде екеуінен басқа ешкім жоқ. Етті пісіруге де осы үйден ыңғайлы жер жоқ. Бұл қазанда ауқат пісірілмегелі қашан деп жүріп, Сыбай дәу қазанда ошақ қасты. Қосыбай мен Досанбек отын әкеліп, Иманбек ет жуып, оларды қазанға сыйғанынша салды. Досыбай кебу отынды қазан астына үсті-үстіне салып, отты гулетті. Төртеуі ет қашан қайнағанша қазаннан көз алмай жұтынып отырды. Ет сәл қайнай бергенде бәрінде сабыр қалмады. Досыбай сүзгіні қазанға шапшаң салды. Оған әлініп сыртқа шыққан ыстық, бірақ әлі онша пісе қоймаған шикі етке төртеуі бірдей бас салды. Ет ыстық болса да үп-үп деп үрлеп қойып, қомағайлана асады. Шайнауды да ұмытқандай, бәрі етке бір-екі рет тіс батырып, кесек-кесек күйінде жұтып жатыр. Ет жер алдында қолдарында жууды ұмытқанды. Етке жабысқан сорпа саусақтарының арасындағы кірмен шаңды жуа алдарына ағып жатыр. Кейбіреулері алақандарымен саусақтарына жабысқан кір аралас сорпа майын жалап, одан бетер жұтына түсуде. Егер әлде біреу бұларға сырттан қарап тұрса, бұл төртеуінің қылықтарын өлексені жұлмалай қарпып шайнамай жұтатын аш бөрілерге құсатар еді. Жарты қазан ет таусылғанда қарындары сәл тойнайын деді ме, тәбеттерін бәсеңдетті. Алақанымен саусақтарын түгел жалап жердегі кірден қасаңы шыққан көрпешеге қолдарын үйгей сүрткен Досыбай риза кейіппен сөйледі. Бүгін аштан өлетін шығарым деп едім. Есектің қодығы ажалдан құтқарды әйтеуір. Есек еті харам болады деуші шалдар. Түк харамды жоқ екен ғой. Тура жылқының етінде екен өзі. Ет жемегелі қайуақ. Өзім семіз биенің майлы қазысымен сүрленбеген қара кесегін жегендей болдым. Ал қалған етті үйдегілерге апарайық. Дұрыс айтасың, Досанбек. Еттің біразын апаларың мен көкелеріңі бауырларың апарыңдар. Бірақ шикідей апармаңдар. Қараңғы түскенше қалған еттің біразын әбден қайнатып пісірейік. Көкең мен апаң кәрі кісілер ғой, ет жұмсақ болмаса жөндеп жей алмас. Осыдан кейін тағы біраз етті қайнатуға кірісті. Қайнатып отырып, қодық етін жегендерін ешкімге айтпауға уәде етісті. Қараңғы әбден түскен кезде Иманбек пен Досанбек дәу табаққа салынған пісірілген етті көтеріп, үйлеріне келсе, аштықтан әбден сілелері қатқан кішкене әнілер мен әке-шешелері дем шығаруға шамалар келмей бүк түсіп жатыр екен. Тамақтары тойған екеуі ішке көңілдене, мол олжа тауып келген адамдай шаттана кірді. Көке апа, тұрыңыздар. Балалар, сендер де тұрыңдар. Не әкелгенімізді білесіздер ме? Ет әкелдік. Пісірілген ет. Неменеге бақшиясыз, апа? Сенбей жатырмысыз? Міне, ауқат тез тұрсаңыздаршы, ет суып қалар. Не дейді? Ет дейме? Қарақтарыма оны қайдан алдыңдар? Ет деймісіңдер, көтек-ау, қайдағы ет? Ұрлық қылған жоқсыңдар ма әйтеуір? Шал мен кемпір күдікті әрі сенбестік сыңаймен сөз айтса да, табақты көріп көздері жайнап шыға келді. Ал балалар тұрасап табаққа бас салды. Бәрінен пысығы кішкенде Қарабек екен, үлкенде сүйекті аласап, бұрышқа қарай еңбектеді. Сүйекті жеке отырып жемек. Одан үлкен Ысыпбек қолына іліккенді қолтығына тығып, ауыз тамға шығып кетті. Оласбек пен Құрасбек бір сүйекке таласып, бір-бірінен тартып ала алмай жатқанда, Омарбек табақты далаға ала қашты. Шалға маған ойбай тоқтасаңдар, таласпасаңдар, бәріміз бөліп жейікте, деп жалынышты һәм шарасыз үнмен сөйлеген кемпір байғұс бір орнында сипалаңды да қалды. Иманбек жүгіріп Омарбектің артынан кетті. Досанбек таласқандарды тоқтатып, алдыңғы бөлмеде отырған Үсіпбекті жетектеп әкелді. Иманбек табақ ұстаған Омарбекті ертіп келді. Содан бәріне ұрысып жүріп етті отырғандарға теңдей бөлді. Тек Қарабек қана бақырып, қолындағы сүйекті ешкімге бермей қойды. Шал мен кемпір еттің қайдан келгенін қайта сұрамады. Балаларынан қалыспай, олар да қолдарындағыны қомағайлана жеп жатыр. Әркім өз несібелерінің жартысында жеп үлгермеген кезде сырттан айғай естілді. Әй, үйдемісіңдер? Әй, сұрап керегіне? Үйде болмағанда қайда барады бұл көндірелер?
Жатқан шығар бәрі тағы ауырмаған жамбастармен шәнейіп. Бәрі таныды. Дауыс Дөңбайдік. Оның дауысы шыққанда үйдегілер жеп жатқан еттеріне түйіліп бір-біріне қарасты. 2-3 бала сүйектерін төмен түсіруге шамалары келмей қалса, біреулері ет толы ауыздармен демала алмай, мұрындарын пысылдата қатты әбігерге түсті. Дөңбайдың тосын даусынан жүрегі сусылдап, қатты қобалжыған шал күрс-күрс жөтеле беріп еді, аузындағы ет ұшып түсті. Жазған жөтелден қиқылдап жатса да, алдына шашылған еттерді қолмен жиып аузына қайта тықпыштады. Жөтел құрғыр тыйылмай, етті аузына салуға мұрша бермей қойды. Сонда да етті тамағына қолмен тықпалау әрекетін қояр емес. Кемпір болса тістерінің арасындағы бір түйір қаракесекті не тастап жіберудің, не жұтып қоюдың амалын таппай есікке қадалып қапты. Иманбек Досанбекке, Досанбек Иманбекке сазара қарады. Ішке тасырлата басып, Дөңбай мен Деңгелбай кірді. Соңдарында 2 милиционер бар. Там ішіндегілердің үрейі ұшып, бір-біріне тығылды. Зәрелері қалмаса да еттерін тастамады. Әрқайсының қолдарындағы етті көргенде Дөңбай баж етті. Бұл көнтірелер етті қайдан алып жүр? Кәлқұздан өкіметтен жасырған малдары бар екенде. Ох, сұмпайлар! Ашпыз дейді тағы. Міне, білесе жолдастар, аш адамдардың түрін көрдіңіздер ме? Түнде жасырынып ет жейді. Ал оны қайдан алды? Ва, бұл үлкен мәселе. Өкіметке қас, кәлқұзға дұшпан. Ортақтасуға қарсы әрекет бұл. Әй, өлімтік айт, етті қайдан алдыңдар? Дөңбай бірінші кемпірге шүйлікті. Одан жауап ала алмаған соң шалға төнді. Дөңбай жанау, бақырмасайш, бізге бүгін Құдайдың бір рахымы түскен шығар. Не айтып жатырсың? Жоқ, Құдайдың адамға рахымы түсуші ме еді? Құдай жоқ деп қашанға үйретем сендерге? Наданның ескіліктен көзін ашпаған кешенің санасы қазақшылықпен уланған топастың сөзін қара. Одан да айт, қай қамыстың арасында, қай жыраның қуысында малыңды тығып отырсың? Жөтел тағы қысқан шал қиқылдап бір нәрсе айтпақ еді, көмей жөнге тілі икемге келмеді. Долданған Дөңбай балаларды шулатып қамшымен бір-бір тартып шықты. Деңгелбай болса бір етті сүйекті алып, шам жарығына ары-бері аударыстырып қарады. Уа, Дөңбай мынау ұсақ малдың жілігі емес, жастайдың ба, ботаның ба сүйегі ғой, міне қараш. Дөңбай Деңгелбай ұстаған сүйектен бір етті аузына салды. Тайдың еті ғой мынау. Жаңағы зіркілі ме Дөңбай шын зіркілге енді басты. Төребектің отбасын соймады, бірақ сойғаннан ары етіп шетінен қан жосасын шығарды. Шалдан бастап 6 жасар Қарабекке дейін тап жау ретінде айдамай тынбайтынын білдірді. Жарты сағаттай тепсініп қораздай қоқиланды. Аузынан ағит кіріп көгит шыққан долы қатындардай небір анайы жаман сөздерді төгілтіп әзер басылды. Басылғаны құрысын зымиян ойына түлкі мінезіне басты. Үлкендердің артында бүк түсіп жатқан Қарабектің желкесінен ұстап бері суырып алды. Еттің қайда келген, кімнің әкелгенін айтпасың? Апаң мен көкеңді екі үлкен ағаңды мына тұрған мілсаларға айдатып жіберем. Егер бәрін айтсаң, ешқайсыларына тимеймін. Етті Иманбек пен Досанбек әкелді. Дөңбай баланы тастай салды, екеуіне шүйлікті. Етті қайдан әкелдіңдер ей? Иманбек бауырлар мен әке шешесіне ауыртпалықты түсірмейін деді ме, болмаса бәрін өзім арқалап кетейін деді ме, келістің қодығын ұрлап сойып алдық деді. Не дейсің? Жаңа жеген қодықтың еті ме? Е, Дөңбай артқа бұрылып жиіркенгендей қақырынып түкірінді. Деңгелбай қолындағы сүйекті лақтырып жіберді. 2 милиционер тыжырынып ауыздарын басты. Дөңбай тағы айғайға көшті. Уай атаңа нәлеттер, жабай иттер, есегетін жеген қорқаулар. Уа Құдай, мені кешіре көр, ойбай, не деп кеттім өзі. Құдай нес, ол жоқ екен ғой. Өй, өңкөй жатып шер арам тамақтар, зиянкес мешкейлер. Адамның жүйкесін жұқартып сөзінен де жаңылыстырып қойды ғой бұлар. Жолдас мілеселер, ит қодық ұрласа да қылмыс. Ит те қодық та қоғамның жоқ біреудің меншігі. Мына сұмырайлар меншікке қол сұққан, білдей кәлқұз есепшісінің меншігіне. Біз осы үйдің 2 көнтірі баласын ұстауға келіп едік қой. Міне, сол 2 бала. Байлаңыздар қолдарын. Бұлары бұдан басқа да талай қылмыс істеген. Қамап қойып, ашыңыздар бар қылмыстарын. 2 милиционер Иманбек пен Досанбекті байлады. Үйдегілер шу етісті.
Шал кемсеңдеді, балалар боздады. Сыңсыған кемпір талып түсті. Зорлықшылардың олармен шаруалар болмады. Қорқыныштан қалтыраған екі сорлыны желкелеп алып кетті. Иә, күллі қазақ өлкесінде осындай оқиғалар тәулік сайын қайталанып, халық басына зобалаң күндер біртіндеп төніп келе жатқан. Соңы оқыған Қуат Ахметжан.